Сәлем достар, бүгін сіздермен Телеграмда қалай тез тазалауға болады, сол туралы бүгінгі видеода сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар, себебі бұл каналда сіздерге өте пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз Телеграмның үстін осылай Android телефондарға арналған үстін басып тұрамыз, және де осы жерде бізде мына жерде леп белгісіне ұқсас осындай тұрады. Және де одан кейін соны басасыздар и осы жерде мына жерде память дегенді басамыз. Память дегенді басқаннан кейін бізде мына жерде очистить кеш деп тұрады. Соны басамыз. Және де көріп тұрғандарыңыздай кеш уже жойылды. Және де одан кейін управление памятью дегенді басамыз. Және де одан кейін бізде осы жерде шығады очистить базу данных деген. Мысалы, сізде Телеграмыңызда фото, видео, көптеген файлдар ашылып, сіздің памятіңізді алып тұруы мүмкін. Сіздерге ешқандай керегі жоқ болса да, памятіңізді алып тұрады. Сол себепті осы жерде біз мынаның үстін басақ, дәл осылай шығады. Сосын очистить дегенді басамыз. Көріп тұрғандарыңызда жаңа 11-ден 8-ге дейін түсті. Және де одан кейін мына жерде хранить медиа, яғни сіз жүктелген файлды неше айға, неше аптаға, немесе неше күнге сақтайсыз, сол туралы осы жерде жазылған. Мен 1 ай деп қойғанмын. Және де одан кейін мен жақында ғана тазалаған болатым. Тағы осы жерде көк жазумен шығады. Және де сол жерде егер фото, видео жүктелген болса, соларды өшіру үшін де соны басасыздар. Егер бүгінгі видео сіздерге пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі бұл каналда сіздерге тек қана пайдалы осындай памятіңізді бекер алып жатқан дүниелерді жою туралы көптеген видеолар салынатын болады.